Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ерекше сабақ өтетін боламыз. Яғни бүгін біз саяхатқа шығатын боламыз. Және бізге бірге көмектесетін сіздер. Сонымен сабағымызды бастасақ, бүгінгі біздің тақырып ол be going to. Ең алдымен мен сіздерден сұрақ қоятын болсам, imagine we are going to London, what do we need? Яғни сіздер Лондонға баратын болсаңыздар, сіздерге не керек? Соны елестетіп көріңіздер. Мысалы, билет, ақша, кэш, тикет, сол секілді әртүрлі нәрселерді өздеріңіз ойларыңыздан ойлап көріңіздер. И біздің саяхатымызды бастаймыз. Ең алдымен грамматикаға тоқталып өтетін болсақ, бізде be going to да positive, negative and question формалары бар. The first is positive form. For example, we are going to visit a museum. Яғни, мы собираемся посещать музей. Яғни, біз музейге бара жатырмыз. Мы собираемся, біздің уже болашақта, уже пландастырып қойған, жоспарлап қойған затымызды осы be going to айтатын боламыз. The negative form, we are not going to take a taxi. The question form, are we going to eat in a restaurant? Яғни біз be going to-ды өзіміз жоспарлап қойған кезде болатын, я собираюсь деген секілді кездерде айтатын боламыз. И теперь у нас проблема. Мысалы, біз қазір Лондонға баратын кезде тек $500 ғана бар. И біз соны going to sentence-тар арқылы қандай заттар аламыз, өзіміз қандай жоспар құрамыз деген секілді. Сол жоспарларыңызды сіздер комментарийге жазып кетіңіздер. Мен соны оқитын боламын. Енді тағы да қысқаша өздеріңіздің білімдеріңізді толықтырып өту үшін ойынды мен ссылкасын описаниеге жазып кететін боламын. Сол ойынды кіріп ойнап шықсаңыздар болады. Сонымен, what did you learn in English today? What did you learn about teamwork? Бүгін сіздер ағылшын тіліндегі не нәрсені үйрендіңіздер және teamwork, яғни топтық жұмыс деген секілді туралы не үйрендіңіздер. Сонымен біз Лондонға дайын болсақ, келесі Лондонда кездескенше барыңызға сау болыңыздар.